Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайсың? Жақсы көресің бе? Жақсы. Нағыз болды, брат, өзім алып кететін ғой бар. Бізде Black Afternoon доставка шықты ғой. Қош? Иә, апарып береміз бәз. Йо, вообще кайф болды Бізде десе. жатып заказ бересін апарып береміз ғой. Все, брат. Қызға ма? Иә, сол қыз ғой, брат. Жаттап алған шығар уже машинаны. Мынаны менікі деп ойлап жүр ғой. Қош, сендір жібердім десе. Со, брат, жуып қойдым уже. Бензин полный бақ құйып қойдым. Все, болды онда, брат. Йо, абайлабай дейсің ба? Брат, өзім машинам сақталып қалды, газ. Жақсы жоғым. Все, рахмет, брат. Брат, ана сосын не? Горилла, шемішкен қабықтарын кейін ала саласың ба? Все, брат. Давай, Рады. Рахмет. Че там? Қайдан жігітің? Тоңып қалдық қой прям. Келем ау өзі. Принц на белом коне ма или принц на белом автобусе ма? Ана, как раз 47 жатыр. Солар түсетін шығар, может, күтейік та? Бағлан, осы өтпейтін әзілдеріңді қойшы. Мен тоңып қалдым негізі ше. Қайттым үйге. Жүрсем мен болмаса. Иә, сөйтші, баршы. Адам позорын шығармай. Сәлем, қалайсың? Сәлем, жан, жақсы өзің қалай? Жақсы. Кешіктің ғой, тоңып Все, қалдым. ренжімеш кеттік. Рахмет. Опа! Че настроение жоқ? Конечно, жоқ. Сен кешіп келдің. Еще жұмыстағылар миымда ашты. Миы ашиды өзің. Миы бар, значит. Той талғат қош. Сен настроение көтереміз ба? Иә. Кеттік атақтырамыз. Ештеңе де ойдан шығарылмаған, мен жазған жырлар мен жазған ән, мен жазған ән. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең, қазіргі жолменен жүрмесең, мені де мүлдем сен сүймесең. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең, қазіргі жолменен жүрмесең, мені де мүлдем сен сүймесең. Өздерің тұрмайтын болсыңдар, неге қоясыңдар бөтен? Түсінбеймін. Еще 4-5 рет қойып қойған ғой, ысырап қылып. Тұр шоу, Талғат, 10 болды сағат. Оннан 2 кеткенде тұрам. Оннан 2-3 рет кетті. Еще саған звондап отыр. Тұрш бұл. Кәс. Онда өзім ала берем, коллекторға звондап отыр. Онда ала бере. Роз звондап отыр, онда ала берем өзім. Роз звондап тұрсың? Қыздың құдіретіне звондап отқан жоқ, еще ойнайды. Осы сенікі не қай бетке дейін? Брат, өзім алтта ұйықтадым. А че, тыныштық па?
қарыз ғой. Уайым да сол қалай қайтарам, бүйтем, сөйтем. Сен өзің мәссің. Как будто бүкіл қарызын қайтарып тастаған сияқты. Займалың шығып жүреді сен де. Ой, брат, мені сұрамау же. Мен қарыздан кейін бүкіл эмоциялар бәрін жоғалтып алғам. Сен қарыздар не отыр? Короче, кеше санжықтың артынан 600 мың аламыз ғой. 100 мыңына сықиып тұрып киініп аламыз. Қалған 500 мың зайым жабуға деп. Сөйтем да жабуға барам. И сол жерде роза звондап қалады ғой. Бір жағынан қарыз қысып тұр, бір жағынан нәпсі қысып тұр. Не істеймін деп тұрам да. Қойшы, барам да 30 мың теңгеге машина арендаға аламын. Сенде әлі машина бар деп ойлап жүрмін ғой. Үйленгенге дейін аламыз енді бірдеңесі бар. Ничего страшного. Сөйтеміз да 50 мың теңгеге клубқа барамыз. Дальше 50 мың, дальше больше кетіп қалады. Сөйтіп, бүйтіп, түбінде 500 мыңның 370 мың қалады ғой. Хош, ё. Мәге сана жүзін отырсам. Алло. Ерте тұрған еркектің қарызы артық чотам. Қарыз төлеймін деп шаршап қалдың ба не? Не қылдың кеше бүкіл қарызынан құтылған шығарсың 500 мыңмен? Брат, 500 мың бар. Полный жауып тастадым займымды. Бопты да, полный төлесең әйтеуір. Енді мекін қашан жабасың? Айттым ғой, родной, уайымдамасайшы. Каждый ай ақырында қайтарып отырамын ғой. Қазақ айтады ғой, аз-аздан үздіксіз деп. Қазақ деп қояды ғой. Сен Өзбекстанда туылғансың ғой, білесің ба? Ол жақта оздян үздіксіз дейтін шығар. Ладно, сабаққа келсе ағай іздеп отыр сен. Итпен іздеп отыр. Қазір барамын. Давай. Че там кешігіп жүрсің ғой? Жаяу келдің ба? Кешегі принцің әкеп тастамады ма? Ол сен сияқты ерігіп жүрген адам емес. Оның жұмысы бар, занятой адам. Бос емес. Көрейік қандай адам екен. Айтпақшы, алдыңғы айдың отчеттарын толық өткіздің ба сен? Сен кімсің менен отчет сұрайтындай? Роза білмейтін сияқты ғой әлі да. Онда айтайын. Айдың төлегенім іс сапарда кезде директор мен. Может, атқарушы директор? Какая разница, а? Отчеттарын дайында бол. Бопты директор, атқарушы. Так, құрметті студенттер. Ой, почти студенттер. Қалайсыңдар? Неге почти ағай? Енді сендер уже бітіресіңдер оқуды. Маман боласыңдар. Айтпақшы, диплом жазып жатсыңдар ма? Скоро предзащита уже. Еске түсіргеніңіз дұрыс болды. Вообще ұмытып кеткен ғой. Ой, қалай ұмытып кетесіңдер? Уақыт деген жақын қалды, үлгіресіңдер ма өзі? Ашығын айтайын бағай. Ана жерде тек өзіміз отырмыз ғой, Енді әңгіме тарап кетпесін. Мен негізі дипломды ақшаға жаздырып жатырмын. Сатып алған несі? Сонда 4 жыл не үшін оқыдың? Бір диплом жаза алмасаң? Сол ғой ағай, менің ойым негізі әркім өзінің дипломын өзі жазу керек. Оның қиын ештеңесі жоқ. Мен вообще диплом сатып алатындарды түсінбеймін бар ғой. Оларды оқудан шығару керек. Жынды ма? Мынауын қуады ғой. Мен саған жаздырып жатырмын ғой дипломды. Еще ақшаға. Әлі қандай қалмаш бір 70 мың теңгеңді. Ош, сен маған 150 мыңға жазып жатсың ғой. 2 диплом жазып бердің маған. Екіншісін қайтесің ол? Біреуге сатам. Болмаса 2 жұмысқа тұрып алам, рахат 2 дипломмен. Тұрып ал 2 жұмыс. Тұрып алам. Тыныш, так, былай қылайықшы. Шындарымызды айтайықшы, шынымызды айтайықшы. Ешкімге ұрыспаймын, арамызда қалады, Кім өзі жазып жатыр дипломды? Мақсат қана ма? Жоқ, так, Аружан жазып жатыр өзі. Ой, ұятай, сонда бүкіл топта 2-ақ бала өздері жазып жатыр ма? Қалғандарың сонда 4 жыл не оқыдыңдар? Бір диплом жаза алмасыңдар. Біз еліміздің болашағына сендер деп отырсақ, қандай маман шығады сендерден? Ертең мысалы оқуды бітіріп, инженер болып заводқа барасыңдар. Ал заводта бастық өзге елдің азаматы. Соған сендер ренжисіңдер ертең. Әрине бастық өзге елдің азаматы болады. Өйткені олар оқиды. Ал сендер оқымайсыңдар. Ой, ағай, айлығымды вовремя алып отырсам болды маған. Бастық болу мақсат емес. Жарайды. Заводтың бастығы мақсатпен Аружан-ақ болсын. Былай ойлап қарайықшы. Бір жерің ауырып, сен дәрігерге бардың да? Дәрігерде диплом сатып алған мысалға, сендер сияқты. Не істейсіңдер сол кезде? Ем іздеп, анау шетел аралап кетесіңдер. Көрдіңдер ме, осындай болмашы нәрсе ертең күні үлкен проблема қалып келеді. Сондықтан да нашар болса да, негіз дипломды өздерің жазғандарың дұрыс. Желательно. Но, бірақ вдруг жаздыру керек болған жағдайда
оны желательно соны білетін, жаңа сол мамандықты оқыған, тоқыған, мүмкіндігінше сол мұғалімге жаздырғандарың дұрыс. Сабағымызға оралайық. Алматы облысында күтпеген жағдай орын алды. Мұның барлығы шағын несиеге байланысты. Оның астарында не жатыр? Жеңіл ақшаны қуған аңшылар ендігі кезекте үйсіз-күйсіздердің де аттарынан несие алатын болған. Ол үшін тұрақты тұрғылықты жері жоқ адамдардың тек қана жеке куәлігі қажет. Тема нәрсе екен ғой. Алло, тағы да сәлеметсіз бе? Бұл АККЗ компаниясы, есімі Бағлан Жанболат. Сізге 2 күн уақыт берген едік. 500 мың теңге таптыңыз ба? Әлде үйіңізге бара берейік па? Балам, осы сенің әке-шешең бар ма? Үлкенмен қалай сөйлесесің сен? Үлкен сыйлау деген жоқ екен сенде. Менің әйелім бала-шағам бар. Осы кредитімен сол бала-шағамды асырау үшін алғам. Сол үшін қарызға кірдім. Енді 1-2 күнде айлық түседі деп отыр бастығымыз. Шыда, кішкене тосыңдар. Жақсы, түсінікті. Мен сізге соңғы мүмкіндік берген едім, бірақ оны өкінішке қарай пайдаланбадыңыз. Енді маған ренжімеңіз. 2 балаңызды детдомға алып кетуге мәжбүрмін. Бәрі сіздің қарызыңыздың кесірінен. Оны басымды алып керек емес еді егер соңына дейін төлей алмайтын болсаңыз. Жақсы, сау болыңыз. Алло, балам. Мә, Бағлан, сен адамгершіліктен жұрдай болыпсың ғой. Үлкен кісіні неге сонша қинайсың? Кішкене түсіндіріп, аямайсың ба? Телефонды қоя салмай. Баласыңдар қойшы, баласыңдар кәдімдей. Ол трубканы лақтырып жіберсем, өз сондай ходу. Қара, адамға, өз қарыз адамға жақынымен давить етесің. Еще трубканы лақтырып жіберсең, ол любой суммаңды, любой методпен тауып береді бәрібірде. Осыдан қара, мына кісі кешкі 6-ға дейін барлық алған қарызын қайтаратын болады бар ғой. Ақша деп үйте беруге болмайды ғой. Кішкене адамдық деген болу керек қой. Бопты. Сендер ақ періште болыңдар жосы. Ағай. Сәлеметсіз бе, ағай? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Ағай, сізге бір өтініш болып тұр еді. Айт ағай, не өтініш? Ағай, оны кабинетіңізде сөйлесек болады ма? Жарайды, жүр ағай. Рахмет. Тамырсын егер тамақ істей берсей, сосын мен ыдыс жуып қоям, дәріске қалып. Ой, көрдің бе сен ыдыс жуғанды? 3 тамақтың қалдықтарын қалдырып, сөйтіп тастап кеткенсің. Ол итальянский тамақ қой сондай өз. Сендер түсінбейсіңдер просто. Искусство ғой, искусство. Ой, алло. Алло, брат, қайдасың? Қасында кім бар? Универде Санжикпен. Брат, срочно үйге келші, бір годный тема бар. Бірақ Санжик айтпай ештеңе. Все. Не тема? В общем, займ жайлы ғой. Үйге келсең түсіндірем, давай. Все, давай, қазір барам. Қой, давай, досым, кеттім мен. Қайда, үйге ма? Жой, бір жұмыстармен кетіп баратын. Как раз менде 1-2 штук жұмыстарым бар еді, солар бітіріп алайын менде, Не? Давай. Давай. Ағай, сіз бағана диплом жазам дедіңіз ғой. Сізге жаздырсам деп едім. Оны енді мен ана жақта да түсіндіріп айттым ғой. Нашар болса да дипломдарың, өздерің жазғандарың дұрыс. Ой, ағай, мен бәрібір бұл мамандықпен жұмыс жасамаймын. Жазып беріңізші, ақшасын беремін. Мәселе ақшада емес. Мен бір түсінбей тұрғаным сонда мамандық бойынша жұмыс істемейтін болсаңдар, не үшін 4 жыл бойы біреудің грантының орнын ұстап отырдыңдар? Сөздің ашық, ағай. Бала кезгі арманым әнші болу еді. Жүлдері жетістіктерім бар. Бірақ үйдегілер қыз болсам да инженерлік мамандығына түс. Табысы көп қой деп осы мамандыққа оқуға түсірді. Енді дипломымды аламын да ата-анама барып берем. Әнші болғың келе ма сонда болашақта? Иә, ағай, арманым сол. Бірақ бұл менің бала кезгі арманым болып қалатын сияқты. Мама, мен өскенде күшті әнші болам. Әрине балам, өскенде әнші боласың. Бүкіл Қазақстан сенің даусыңа тамсанатын болады. Бастысы арманыңнан бас тартпа. Салтанат, жарайды онда екеуміз былай келсек. Мен саған диплом жазып берем. Тіпті десең, тегін ақ жазып берем саған. Бірақ бір шартым бар. Әнші болам деген арманыңнан бас тартпайсың. Және болашақта мықты әнші болуың керек. Шынымен бе, ағай? Рахмет сізге, ағай. Жақсы, онда бар, сабағыңа бара қояды. Рахмет, ағай, мен репетицияға кеттім. Жақсы, сау бол. Жақсы, сау болыңыз.
Тамыр 150 мың емес. Басқаларға 700 мың теңгеге жазып отыр екенсің ғой. Енді сен тақырыбың қиын ғой. Қандай болса да 150 мың деген артық, брат. Қатын дауым онда ақшаны. Биномодан алсай, оп-оңай. Не ол биномо деген? Биномо деген кайф нәрсе. Андай трейдинговый платформа ғой. Ол жерде неше түрлі құнды заттарды қоясың. Солардың бағасының өскенін, және төмен түскенін бақылап отырып, табыс табасың. Ол жерде айтпақшы, не только құнды заттар, валюта, криптовалюта барлығымен торговать ете бересің. Қалай жұмыс істейсің онымен сонда? Сен бірінші сайтына кір, сосын саған барлығын тегін үйретіп береді өздері. Тіркелуді курс дейсің бірінші? Тіркелгенде саған басында бір демошот ашып береді. Соның ішіне неше түрлі операциялар жасап, сен үйрене бересің ғой. Тамыр, білесің ғой, мен бұндайды қақпаймын ғой вообще. Ертең қадалып қалып, ішінен мал болып отпаймын мен. Тым қақпайсың дегенде, егер сұрақтарың болып жатса, оның ішінде чат бар. Бүкіл қызықтырған сұрақтарың қоясың, бәріне жауап аласың ғой. Кайф ғой мынау. Онда сен диплом жаза бер, брат. Мен саған потом биномодан ақша салып жіберемін. Сосын мына астындағы сілтемеде депозитіңе қосымша промокод тұр. Дос балдарыңа, бауырларыңа айтып жүресің ғой. Студенттер де ақша таба алады. Мынау керемет ғой, Тамыр. Мен үйде шіріп жатқан Талғатқа айтайын, анау зайым алып салпаң етіп жүр ғой босқа. Сосын мен саған диплом жаздырмайтын болдым. Сен қымбат қатты. Сен конкурентіңе жаздырам Аружанға. Өзің білесің кімге жаздырсаң да. Все, брат, кеттім мен. Все, жақсы. Мен тақырыбым қандай еді, брат? Электромагниттік индукция тоғының бағытын ленс ережесі бойынша магнит өрісінде анықтау. Немене бәле тақырып түспаған маған, Соңғы таңдасаң осы тақырып всегда порожняк тақырыптар түседі ғой. Мынаны ұмыт қалам, брат, маған WhatsApp-тан жібересің. Жібердім, давай. Все, болды. Арақ алып бересіңдер ма? Обязательно алып берем, брат. Ана көндірсең баняға апарам. Баня керек емес, арақ керек, көбірек арақ керек. Болды, закуска, покускасымен алып берем, брат, отвечаю. Қазір 6 секунд. Бар осы. Қалғаны қайда? Сендер сияқты біреулер алып кетті. Ладно. Болдық, братан, күт, жарты сағаттан праздник келеміз. Қазір. В общем, 80 саған, 20 маған. Идея все-таки менікі. Болды тұрады. Бірақ ана кісілерге арақтарын апара салу керек деді деп қоям. Қолмашы, арақ деген харам ғой, қуасына болмайды. Біздің істеп жүргеніміз типа халал ма? Біздікі неспроста ғой енді. Болды қойшы, уайымдамашы. Оларды вообще көрмесін енді. Ол қарыздарын жауып жүр. Қайда? Сағат деген 5:30 ғой? Ой, не болды сонша бастық деген сайын? Отыр, жынды ма? Не әдет сендердікі осы? Жарты сағат қалған кезде компьютерлеріңді өшіріп, қайтуға дайындалып сразу бір. Ой, бопты, отырай қал. Ештеңе істемесек те компьютердің бетіне қарап. Отыр, не істейсің басқа? Кстати, айтпақшы бағанағы должник не істеді? 6 болады ғой қазір уже. Мен ұмыт кеттім оны ше, қазір базаны қарап көрейші. Что-то не понял. Төлемеген бе әлі? Мен оған көрсем. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл тағы да Әке KZ компаниясы. Алло, сіз кімсіз? Бұл Мекен Жұмахан емес пе? Жоқ, Мекен мырза 1 сағат бұрын ғана инсульт алып қаза тапты. Таныс болсаң жұмыс жағына келіңізші. Жақындарына қоңырау шала алмай жатыр. Бағлан, қайда кеттің мынау? Күнде түнде құтылуға сығасың, арман болған қара шаштарыңды айтшы кімге, айтшы кімге, айтшы кімге қос тұтасың.